сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгінгі видеомызда физика пәнінен 2-ші тоқсанға арналған тығыздық бөлімі бойынша бірінші бір жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Мензуркаларға қарап тапсырманы орындаңыз. Қай мензуркаға ең көп сұйықтық құюға болады? Бірінші мензуркаға көлемі 400-500-ге тең, одан кейінгі екіншісі жартысы 200 болса 400. Үшінші мензурка 400 мм, ал төртінші мензурка 200 болса 250-ге тең. Сонда бірінші мензуркаға ең көп сұйықтық құюға болады, себебі оның өлшемі үлкен, яғни 12-500 мм. Келесі қай мензуркамен сұйықтықтың көлемін ең аз қателікпен өлшеуге болады? Бұл жерде бөлік құндарына мән береміз, яғни бөлік құны қайсысында көп? Бірінші, екінші, үшінші мензуркада аз, ал мына төртінші мензуркада өте көп. Сонда бізде жауап төртінші мензурка. Қай мензуркамен ыдыстағы кофе көлемін дәлірек өлшеуге болады? Бұл жерде де 4, себебі бөлік құндары көп. 1 литрлік ыдыстағы су көлемін қай мензурканың көмегімен тез өлшеуге болады? Бұл жерде бірінші мензуркамен, себебі бұл мензурка 400 мм. Оны 2 рет құю арқылы 1 литр су тез толады. Келесіге бірінші мензуркадағы сұйықтықтың көлемін анықтаңыз. Енді бірінші мензуркаға қараймыз. 100, 200, 300, 300-ге жетпей тұр. Ол үшін әр бөлік құнын санауымыз керек. 100-ден 0-ді алып тастаймыз. 100-ді 1, 2, 3, 4, 4-ке бөлеміз. Тең болады 25. Сонда әр бөлік құны 25 мм тең. Ана жерде дейін болды 200, 225, 250, 275. Сонда бірінші мензуркадағы сұйықтықтың көлемі 275 мм. Екінші тапсырма. Блоктардың қайсысының тығыздығы үлкен? Өсу ретімен орналастырыңыз. Бізде А, Б, С, Д, Е, Ф деген 6 блок берілген. Олардың көлемдері және массалар берілген. Әр блоктың көлем мен массасын қолданып, тығыздықты жеке-жеке есептейтін боламыз. А блогы бізде көлемі 50 литр, массасы 100 кг. Тығыздығын табамыз. Осы арқылы А блок тығыздық таппай тұрып, көлем литр мен литрді хбж-ға метр кубқа айналдырып алуымыз керек. Литрді метр кубқа айналдыру үшін оның -3 дәрежесіне көбейтеміз. 1 литрде оның -3 дәрежесі метр куб бар. Сонда 50 көбейту оның -3 дәрежесі метр куб. хбж-ға айналдырдық. Енді тығыздықты табамыз. Тығыздық формуласы массаның көлемге қатынасы. А блогының тығыздығын табамыз. Массамыз бізде 100 кг, оны бөлеміз. Көлеміміз 50 көбейтілген оның -3 дәрежесі метр куб. Енді 100-ді 50-ге бөлсек 2 шығады, -3 дәреже плюс болып кетеді. Сондан 2-ні 1000-ға көбейтеміз. 2 көбейтілген оның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб болады. 2-ні 1000-ға көбейтсек 2000 килограмм бөлінген метр куб болады. Енді осылай Б блогы үшін есептейік. 20 литріміз 2 көбейту оның -3 дәрежесі метр куб. Енді тығыздық есептейік. Массамыз 100 кг бөлінген 2 көбейту оның -3 дәрежесі метр куб. Сонда 100-ді 20-ға бөлсек, көбейтілген оның -3 дәрежесі плюс 3 болады. Килограмм бөлінген метр куб тең болады 5 көбейтілген оның 3 дәрежесі, ол 5000 кг бөлінген метр куб. Тағы да дәл осылай С блогының тығыздығын табамыз. Көлем метр кубқа айналдырайық. 20 көбейту оның -3 дәрежесі метр куб. Тығыздық формуласына саламыз. Массамыз 120 кг бөлінген 20 көбейту оның -3 дәрежесі метр куб. 120-ны 20-ға бөлсек 6, оның -3 дәрежесі плюс болып кетеді. Сонда 6-ны көбейтеміз, оның 3 дәрежесі 1000 болады. Яғни 6-ны 1000-ға көбейтсек 6000 кг бөлінген метр куб. Енді Д блогы хбж-сы 40 литр, 40 көбейтілген оның -3 дәрежесі метр куб.
Д блогы тығыздық массамыз 280 кг бөлінген 40 көбейтілген 10-3 дәрежесі метр куб. 280-ді 40-қа бөлсек 7 шығады. 7-ні 1000-ға көбейтсек 70 кг бөлінген метр куб. Келесі Е блог есептейік. Көлемімізді х-ға айналдырамыз. 20 көбейтілген 10-3 дәрежесі метр куб. Е блок тығыздық массамыз 200 кг бөлінген 20 көбейту 10-3 дәрежесі метр куб. 200-ді 20-ға бөлсек 10 шығады. 10-ды 1000-ға көбейтсек 10.000 кг бөлінген метр куб. Соңғы F блогы х-ж 50 көбейтілген 10-3 дәрежесі метр куб. Тығыздық F блогы массамыз 150 кг бөлінген 50 көбейтілген 10-3 дәрежесі метр куб. 150-ді 50-ге бөлсек 3, 3-ті 1000-ға көбейтсек 3000 кг бөлінген метр куб. Барлығын тығыздығын жеке-жеке есептедік. Енді осы шыққан тығыздық мәндерін мына кестеге өсу ретімен орналастыруымыз қажет. Яғни бірінші кішісінен бастап жоғары қарай орналастырамыз. Ең кішісі бізде 2000, яғни А блогы, одан кейін 3000 F блогы, 3000-нан кейін 5000 Б блогы, 5000-нан кейін 6000 С блогы, 6000-нан кейін 7000 Д блогы, соңғысы 10000 Е блогы. Екінші тапсырманы аяқтадық. Келесі үшінші тапсырма. Алюминий текше көлемі 550 см куб болғанда массасы 1100 грамм болады. Бұл текше тұтас па, әлде қуысы бар ма? Жауабыңызды негіздеңіз. Алюминий тығыздығы 2700 кг бөлінген метр куб. Алдымен берілгенін жазып тығыздықты есептейміз. Көлем 550 см куб, массамыз 1100 грамм. Алюминий тығыздығы белгілі. Енді тығыздық тауып алып, соны алюминий тығыздығымен салыстыру арқылы оның іші қуыс па, тұтас па екенін анықтаймыз. Енді х-ға, яғни халықаралық бірліктер жүйесіне келтіреміз. Сантиметр кубты метр кубқа айналдырамыз. 550 сантиметр кубта 10-6 дәрежесі метр куб бар. Сонда 550 көбейту 10-6 дәрежесі метр куб. 1100 граммды килограммға айналдырамыз. 1100-ді 1000-ға бөлеміз. Сонда 1,1 килограммға айналады. Енді тығыздық формуласын жазайық. Тығыздықты табу үшін массаны көлемге бөлеміз. Осы бойынша тығыздығымызды есептейміз. Сонда массамыз 1,1 килограмм бөлеміз 550 көбейту 10-6 дәрежесі метр кубқа. 1,1-ді 550-ге бөлсек 0,1000-2 шығады. Оны 10-6 дәрежесі плюс болып өтеді. Сонда 1 миллионға көбейтіп жіберсек 2000 кг бөлінген метр куб шығады. Енді салыстырайық. Бізде алюминий тығыздығы 2700 кг бөлінген метр куб болса, ол біздегі тапқан тығыздығымыз 2000 кг бөлінген метр куб. Сонда алюминий тығыздығы, яғни 2700 кг бөлінген метр куб үлкен болып тұр. Яғни қуысы бар. Жауабы қуысы бар. Тығыздығы 2000 кг бөлінген метр куб. Ол алюминийдің тығыздығынан кіші. Сонымен бір жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.